Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Қадірменді ағайын, сіздермен тәжвид сабағын одан әрі жалғастырамыз. Тәжвид ережелеріндегі біз мәттердің түрлеріне тоқталған болатынбыз, алдыңғы сабақтарда. Соның соңғысы мінекей созылу себебі хамза болған жағдайдағы мәттің екі түріне тоқталғанбыз. Ол мәтті муттасыл және мәтті мунфасыл. Тағы да қорытындылап қайталап өтейін. Мәтті муттасыл дегеніміз қандай да бір мәт әрпінен кейін бір сөздің ішінде хамза созылу себебі болған хамза келетін болса, ол мәт әрпін 4-ке 6-ға созамыз, және ол созылу міндет дегеніміз, Және созылудың мынандай үстінде Құранда белгісі тұрады. Осындай белгі келген кезде сіздер білесіздер, бұл жерде мәт бар екен, және де бірден қарап аласыздар, бөлек сөзді келіп тұр ма, бір сөзді келіп тұр ма. Егер бөлек сөзді келсе, онда мәтті мунфасыл болады. Оны 2-ге 4-ке 6-ға созуға болады, және мен айтқан болатын, демді үнемдеу үшін Құранда қиналып қалмас үшін мәтті мунфасылды 2-ге созуды әдетке айналдырып, муттасылды 4-ке немесе 6-ға созсақ болады деп. Енді бүгін сіздермен созылу себебі сукун болған жағдайдағы мәт түрлеріне тоқталамыз. Бұлардың 3 түрі бар. Мәтті лазым деп айтылады, одан кейін мәт арт деп айтылады. Мәт арт, одан кейін мәтті лин деп айтылады. Бұларға мәтті лин мен мәтті артқа келесі сабақта тоқталамыз. Бүгін сіздермен үйренетініміз мәт лазым. Енді бірден айтайын, бұл оп-оңай, өйткені мәтті лазым деген бұл ашық сукун жалпы. Мәт әрпінен кейін келетін ашық сукун. Бұны жалпы сіздер мысалға қазір-ақ мынаны оқуды білесіздер. Бірақ енді бұны жалпы ереже тұрғысынан біз өтіп кетеміз. Жалпы бұлай оқу тұрғысынан сіздер алдыңғы ережелердің бәрін байланыстыра келген кезде бұны негізі оқи аласыздар. Енді бұл жерде тоқталып кетейік. Мысалға, бір сөздің соңында келетін сукун лазым сукунды және арт сукун болып 2-ке бөлінеді. Мысалға, бір сөздің соңында келетін сукун арт сукун немесе лазым сукун болып 2-ке бөлінеді. Енді лазым сукун дегеніміз оқып өткен кезде де, тоқтаған кезде де жойылмайтын сукун. Ал арт сукун дегеніміз тоқтамай жалғастырып өткен кезде болмайтын, тек тоқтаған кезде ғана пайда болатын сукун дейді. Яғни арт сукунға біз алдағы уақытта тоқталамыз, мәтті арт өткен кезде. Енді мына жерде мәтті лазымға біз тоқтап өтейік. Енді мәтті лазым дегеніміз не? Мына жерде сукунға байланысты бұл ереже. Өйткені бұның созылу себебі сукун. Енді мінекей қараңыздар. Мәтті лазым, егер бір сөзде, көрдіңіздер ғой? Бір сөзде мәт әрпі кеп тұр. Мына жерде де мәт әрпі кеп тұр. Мінекей бір сөзде мәт әрпінен кейін, демек мына мәт әрпінен кейінгі әріпке қатысты. Созу мәт себептерінен лазым сукун келсе, лазым сукунды мына жерде жаңа өттік, тоқтаған кезде де, оқып өткен кезде де жойылмайтын сукун, яғни тұрақты сукун мінекей. Мәт лазым сукун келсе, мәт лазым болады деп. Демек, мәт әрпінен кейін ашық сукун келетін болса, яғни жойылмайтын сукун келетін болса, ол мәт лазым болды. Мысалға, мына сөзді қараңыздар, сіздер қазір мен мынаны көрсетпесем де оқу білесіздер, өйткені хамза кеп тұр, фатхамен, одан кейін әлиф кеп тұр. Демек, хамзаны оққан кезде әлифті созамыз 4-ке 6-ға мысалға, одан кейін сукунға түсеміз, одан кейін хамза кеп тұр, және де мәтті табиғидің белгісі кеп тұр, онда 2-ке созамыз. Мысалға, әл-әна, көрдіңіздер ғой? Әл-әна. Енді мына жерде валаддаллин, кәдімгі Фатиха сүресінің соңында оқитын ғайрил мағдуби алейхим валаддаллин келіп тұр, көрдіңіздер ғой? Енді бұл жерде де сіздер ойлауларыңыз мүмкін, мына жерде сукун жоқ қой деп. Негізі мына жерде сукун бар. Сіздерге мен естеріңізде болса, шадда деген тақырыпты өткен кезде айтқанмын. Шадда дегеніміз бұл жерде 2 әріптің қосындысын білдіреді. 2 әріптің қосындысын 2 әріпті бөлек-бөлек оқу мүмкін болмағандықтан, қиын болғандықтан 2 әріпті бірге қосып, шадда қылып оқу ережесі қалыптасқан. Яғни мына жерде 2 ләм бар. Бұның 2 ләмнің алдың бірінші ләмі сукун болып келеді дағы, екінші ләмі мінекей кәсіра болып кеп тұр. Содан кейін енді бұны біріншісін сукун, екіншісін кәсіра оқу қиын болғандықтан, сукун болып келген жасырын ләм тұр ғой мына жерде. Соны мына кәсіраға қосады, сол кезде автомат түрде шадда болып шыға келеді. Және де сол екінші ләмнің кәсірасымен оқи береді. Демек мына жерде 2 ләм бар. Екінші ләмі мінекей кәсірамен кеп тұр, соның харакатын алып оқып тұр. Және бірінші жасырын тұрған сукунды ләмді бұл жерге қосқандықтан шадда шығып тұр.
Түсіндіре алдым ғой? Сол себепті бұл жерде, мына жерде жасырын тұр сукун, а мына жерде ашық тұр. Бұл жерде жасырын және ашық болуына байланысты, және де мына шаддаланып кетуіне байланысты калима мусаққала ауыр сөз және мына жерде ашық оп-оңай оқылуына байланысты жеңіл сөз деп екіге бөлген. Яғни мәдді лазымды жалпы түсіндіңіздер деп ойлаймын. Түсінікті болды деп. Яғни лазым сукунды да не екенін түсіндіңіздер деп ойлаймын. Яғни жойылмайтын сукун екі жерде де жойылып тұрған жоқ. Енді мәдді лазымды осы төртке бөлінеді. Мына екі түрі, мінекей ауыр сөз, жаңа айттым ғой. Бір сөздің ішінде мәд әрпінен кейін, мінекей мәд әрпінен кейін, алиф, мәд әрпінен кейін шаддал әріп келсе, шаддал әріп келіп тұр. Шаддал әріп келген кезде бұл жерде бірінші ләмі сукун, жаңағы айтқандай. Екеуі қосылып шаддалға айналып тұр. Сол себепті бұл ауыр сөз болып аталады. Неге? Өйткені оқуы кішкене ауырлау. Мысалға, уәла доллин. Көрдіңіз ғой? Уәла доллин. Кішкене шаддалы оқу ауыр болғандықтан ауыр сөз деп аталады. Бар болғаны осы. Яғни бұны сіздер автомат түрде оқи аласыздар. Тек мынаны білу мақсатында ереже ретінде өтіп жатырмыз. Сол себепті ереже ретінде біліп алыңыздар. Жалпы сіздер бұны оқу білесіздер. Мысалдар келгенде иншалла оқып кетесіздер. Өйткені сіздер шаддан өттіңіздер, мәттің созылатын өттіңіздер. Мына жерде мысалға мәтті созып келіп шаддаға түсе саласыздар, оқып кете бересіздер. Жақсы ма? Енді калима мухаффафа дейді, жеңіл сөз дейді. Неге? Өйткені бір сөздің ішінде мәт әрпінен кейін сукун, міне. Мәт әрпінен кейін сукун ашық келсе, калима мухаффафа, яғни жеңіл сөз болады. Неге? Бар болғаны мінекей осыны ереже тұрғысынан осылай біліп алыңыздар. Енді ары қарай кеттік. Мәд лазымның үшінші түрі, жаңа мінекей калима мусаққала және калима мухаффафа болып бөлінді ғой. Ауыр сөз, жеңіл сөз болып бөлінді, сөз болып бөлінді мына жерде. Енді мына жерде әріп болып бөлінеді. Яғни харф мусаққала ауыр әріп және харф мухаффафа жеңіл әріп. Бұл жерде де тура сондай. Мысалға, ауыр әріп деген мағынаны білдіреді дейді мусаққала. Неге? Құранда кейбір жерде мынандай әріптер келеді. Алиф, лам, мим. Бұны мұқаттағы әріптер деп айтылады. Бұның мағынасын тәпсірші ғалымдар Аллаға тапсырған. Яғни бұның біз мағынасын білмейміз. Осылай келеді, алфавитте қалай келеді, солай оқылады. Бұл әріптерді мінекей дұрыс оқу үшін әріптердің алфавиттегі негізгі атауларын жақсы білу керек дейді. Яғни мысалға алиф, лам, мим деп кәдімгідей оқисыздар. Енді бұл әріптерді, осы үш әріпті ашып жазған кезде мынандай структура шығады бізде. Мысалы алиф, лам, мим. Көрдіңіздер ғой? Енді осы алиф, лам, мим деген кезде лам әрпінің ортасында мәт әрпі алиф бар, мына жерде. Мынаны ашқан кезде алиф, лам деген кезде ләмнің ортасында мәт әрпі бар, алиф қосылып тұр. Лам, енді ол лам миммен қосылады ғой. Енді алиф, лам десеңіздер, мысалы лам деп айтсаңыздар, ләмнің өзінің соңында мим әрпі бар. Яғни мына жерде мим әрпі жазылмаса да, мына жерде ләмнің соңында сіздер ләм деп тоқтаған кезде мим әрпі бар екенін көресіздер. Енді сол ләмнің соңындағы мим әрпімен мынау жерде жазылып тұрған мим әрпі қосылған кезде екі әріпті бөлек-бөлек оқу қиын ғой. Сол себепті міндетті түрде автомат түрде шаддаланып кетеді мына мим әрпі. Шаддаланып кеткендіктен осыны харф мусаққала, ауыр әріп деп айтылады. Яғни шаддалы болып оқылғандықтан мына жерде де айтқан. Мысалы ләм әрпінің ортасында мәд әрпі, міне алиф бар, және ләм мен мим әрпінің арасындағы бірігуден туған шадда оқылған кезде, ләм әрпі аяқталған кезде миммен аяқталады дедік қой. Енді мынау миммен екі мим біріккен уақытта туған шадда оқылған кезде шадда білінеді, шаддаға айналады. Міне осы әріп, осы жердің түйісуі, шаддамен түйісуі харф мусаққала болып есептеледі. Мінекей бар болғаны осы. Алиф, лам, мим деп оққан кезде, мим шаддаға айналғандықтан харф мусаққала болып аталады. Енді бар болғаны осы. Екінші харф мухаффафа. Енді мысалға, жоғарыдағы мысалға көңіл бөліңіздер. Мысалға, енді мына мимді тарқатып оқып отырық. Мим, енді осы мимді тарқатып оқыған кезде мим әрпінің дыбысталуында мәт әрпі бар тағы да. Мим, мысалға, ортасында я кеп тұр. Енді осы ядан кейінгі тағы да мим әрпін аяқтаған кезде ол да миммен аяқталады. Мына жерде қарасаңыз, ол білінбеуі мүмкін, бірақ оқыған кезде миммен басталып, миммен аяқталып тұр. Мим. Сол себепті бұл жерде сукун болғандықтан, мысалы, я
осы ортасындағы әлифтен кейінгі әріп мим әрпі сукун болып келгендіктен бұны созып оқу уәжіп. Мим деп. Енді бұл неге сукун болып тұр? Неге бұны созып оқимыз? Бұған біз мәд артқа келген кезде тоқталамыз. Жарай ма алдыда? Жалпы мына жерде мим деп мәд әрпін созып, мына мим деп мимға сукун болып тоқтағандықтан, осы мәд әрпінің мына я әрпінің мінекей ашық сукунмен түйіскен жерін, яғни мим деп тоқтаған кезде мимнің ортасындағы я мәд әрпі мына мим деп барып соңғы мим сукунмен тоқтағандықтан бұны харф мухаффафа, яғни жеңіл әріп деп айтады. Неге? Жеңіл оқылғандығы себепті. Әлиф лам мим. Көрдіңіз ғой? Әлиф лам деп енді мимға жалғаған кезде, мысалға шаддамен жалғағандықтан ауыр болды, харф мухаффа, мустаққалы. Әлиф лам. Көрдіңіз ғой? Лам шадда болып кетті да. Лам мим. Соңғы мим жеңіл тоқталды сукунмен, сол себепті харф мухаффафа есептеледі. Енді жалпы сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Қадірменді ағайын, мына видеоны бірнеше рет қайталап көріп алсаңыздар болады. Жалпы бұларды сіздер автомат түрде оқу білесіздер негізі. Алдындағы ережелер бәрі бұған сіздерге көмектеседі. Бірақ енді ереже тұрғысынан білсін деп, сіздерге бұны осылай кітапта түсіндірме ретінде берген. Алла тағала жеңілдік берсін. Міндетті түрде үй жұмысында осы алдыңғы өткен мәд әріптері, осы бүгінгі өткен мәд әрпіміз бар, бұларды қайталаңыздар. Бұлар өте маңызды тақырыптардың бірі. Алла тағала иншалла жеңілдік берсін. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.